Сәлем достар, бүгін біз сіздермен асқабақ пісіреміз. Суда және буда өте пайдалы тағам. Сонымен біз бастаймыз. Сонымен ең бірінші асқабағымыздың қабығын жұқалап алып аламыз. Сәбіз тазалайтынмен тазаласаңыздар, өте қабығы жұқа болып алынады. Неге мынау менде Redmond РМК 231 мультикухнясының буқа пісіргіші. Және кезелген эмальді ыдысқа салып бетіне су құйып пісіреміз. Сонымен мінекей бізде Redmond РМК 231 мультикухнясы, мультиас әзірлегіш немесе мультиаси. Ішіне ыстық су құйып алдым, мен қайнап тұрған емес, сәл ғана ыстық су. Айта кететін нәрсе, осы жерде сіздер өздеріңіз тұз сеуіп алсаңыздар болады алдын ала. Егер балаларға беретін болсаңыздар, онда тұзсыз пісіріп алып, ыстық күйінде сосын тағы тұз сепсеңіз, ол жылдам ериді. Сонымен мультиас әзірлегішімізді іске қосамыз және бағдарламасын таңдаймыз. Мінекей көрініп тұрған сияқты. Буға пісіруді таңдаймыз, пар. Өнімнің түрін таңдаймыз, овощи таңдаймыз, 20 минут. Және стартқа басамыз. Өзі піскен кезде дауыс белгісін береді, соған дейін күтеміз. Ендігі кезекте бізде суға пісірілетін түрі. Мінекей енді бізде эмальді ыдысымызға салып алдық және 1 шай қасық, 1,5 шай қасық көлемінде тұз қосамыз және бетіне салқын су құямыз. Айта кететін нәрсе сорпасы деп айтамыз, яғни асқабақтың сорпасы өте пайдалы болады. Артында қалған суы, оны да ішіп алсаңыздар болады. Шамамен батып тұратындай етіп жасаймыз, себебі сорпасы неғұрлым аз болған сайын соғұрлым дәмдірек болады. Сонымен пешімізді қосамыз. Және қақпағын жауып қайнатамыз. Сонымен достар, біздің асқабағымыз 15 минут қайнады. Мінекей өте жақсы піскенін көріп тұрсыздар. Қасықпен бөліп көреміз. Және ыдысымызға салып аламыз. Айтып өткендей, сорпасымен ішсеңіздер болады. Және сорпасын бөлек салып, бөлек құйып ішуге де болады. Өте пайдалы тамақ. Бауыр ауыратын кісілерге. Мінекей, осындай асқабақты пісірудің бір жолы. Енді біз келесі мультикухняда піскен асқабағымызды көреміз қазір. Сонымен мінекей уақыт аяқталғаннан кейін 7 минут өтіп кеткендігін көрсетіп тұр. Мінекей бұл бұрқыраған. Дұрыстар, бұл бұрқырап жақсы бір піскен. Және бұны балаларға беруге өте ыңғайлы. Және осы суда піскеннен қарағанда буда піскені дәмдірек болып шығады. Қасына қызанақ, қияр, авокадо қосып жей берулеріңізге болады. Сонымен мінекей біздің асқабақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.